Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қарайтын тақырыбымыз Ноғай ордасы. Ноғай ордасы бізде құрылды Алтын орданың орнына. Яғни Алтын орда бізде ыдыраған кезде Ноғай ордасына бөлінген болатын. Енді Ноғай ордасының алып жатқан жалпы аумағы ол Еділ мен Жайық аралығын алып жатыр екен. Яғни территориясы Еділ мен Жайық аралығын алып жатыр. Ноғай ордасының астанасы ол Сарайшық қаласы. Сарайшық қаласының іргетасы негізінен 10-шы ғасырда жалпы 10-шы ғасырда қаланған екен, іргетасының қалануы. Ал гүлдену уақыты 13-ші және де 14-ші ғасыр аралығына. Ал жалпы тарихта Сарайшық қаласы 1580 жылы Дон мен Еділ казактарының шабуылының әсерінен жалпы Сарайшық қаласы ыдырап кеткен екен. Бұл Ноғай ордасындағы ең маңызды рулардың бірі Маңғыт, Қоңырат, Арғын деген рулар осы Ноғай ордасында өмір сүрген рулардың бірі екен. Соның ішінде ең көп болған, басым болған ол Маңғыт руы. Сондықтан да Ноғай ордасының екінші атауын Маңғыт елі деп атайды екен. Маңғыт елі. Және де қараңыздар, бізде ең бірінші Ноғай ордасының билеушісі ол Едіге 1396-1411 жылдар аралығында билік құрған. Бұл Едігеге берілген билік лауазым ол Беклербек деген, яғни ұлы әмір деген лауазым берілген екен. Едігеден кейін бізде Нураддин 1426-1440 жылдар аралығында Ноғай ордасын билеген екен. Едігенің билігін мойындаған Батыс Сібір ойпатындағы тайпа ол Тайбұға тайпасы. Яғни бізде Алтын орда бөлінгенде айттық қой. Ноғай ордасына және де Сібір хандығына дедік. Астрахан, Қырым, Қазан дедік. Бірақ біз сіздермен Астрахан, Қырым, Қазанды өтпейміз. Себебі олар біздің территориямызда емес. Сондықтан біз Ноғай мен Сібір хандығын өтеміз. Осы Сібір ойпатындағы мына жердегі Тайбұға деген тайпа Едігенің билігін мойындаған тайпа екен. Едіге бізде жалпы Ноғай ордасын 15 жыл биледі. Алтын орда деп Ноғай ордасын 15 жыл биледі. Екінші атауы Маңғыт елі дедік. Енді келесі жаңа айтып жатырмыз ғой. Нураддин дедік, Едіге дедік, осы кісілердің билеуші титулы, яғни билеушісі хан болып есептелінген. Ал жалпы түркі тайпасының көсемдерін Ноғай ордасында мырза деп атаған екен. Жалпы кейіннен Ноғай ордасы бөлініп кеткеннен кейін бізде Ресей мен кіші жүзге көптеген елер қосылып кетті, және де Түркия, Солтүстік Кавказ және де қазақ елдеріне қарай ыдырады. Негізінен Ноғай ордасымен Қазақ хандығын Шоқан Уәлиханов екі туысқан орда деген. Өйткені жалпы кейіннен Ноғай ыдыраған кезде де басым бөлік Қазақ хандығына келіп қосылды. Бұл бізде Хақназар хан тұсында қосып алды көптеген бөлігін. Жаңа мысалы Қоңырат, Арғын деген тайпалар біздегі қазір таңдағы орта жүздегі тайпалар екен.